Қыздар, сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге осындай ең хрустящий, қытырлақ, дәмді самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Мен өзімде кеше бірінші рет бұл рецептіме жасаған едім. Прям бір жасағаннан шықты. Өзімде таң қалып сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп кетіңіздер. Мен үшін ол үлкен мотивация. Ал олай болса бастайық. Бірінші бір кесе ұнымызды ыдысқа салып, бір стакан суымызға бір қасық тұзды араластырып, шай қасықпен араластырып аламыз. Жылы сусын жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Орташа қаттылықта қамыр илеп, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қылып илеңіздер. Мінекей, осындай қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз да дайын болып қалды. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, жартысын тағы да тындырып қойыңыздар. Бетін жауып, қамырымызды жайып аламыз, жұқа етіп. Төрт бұрышты қылып жаюға тырысыңыздар. Мінекей, бірінші қамырымызды жайып болдық. Енді үстіне сливочный масламызды жағып шығамыз. Қатты ертпей ақ қойыңыздар. Бөлме температурасында болса жетеді. Сары майымызды жағып болып, екінші қамырымызды осы қамырдың үстіне төсеп, оның да үстіне май жағып шықтым. Енді қамырымызды екі бөлікке осылай бөліп аламыз. Енді бірінің үстіне осылай төсеп шығамыз. Жақсылап қыртыстарын жазып, ішіндегі ауасын шығарып, үстін басып. Осылай үш бөлікке бөлінген қамырымызды бірінің үстіне жабыстырып, шет-шетін түзулеп, үстін басып, жақсылап целлофанға орап, морозилькаге 2 сағатқа салып қоямыз. Сондай-ақ осы рецептпен морозилькаңызге көп салып қойсаңыздар, любой время асығыс кезде алып жасай бересіздер. Магазиннің қамыры сияқты тұра береді сақталып. Хрустящий болып шығады өте. Мінекей. Енді начинкасын дайындаймыз. Салмасына мен фарш, картошка, пияз қостым. 1 шай қасық тұз, зира, кішкене қара бұрыш. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны кішкене бөліктерге бөліп, мен 4 бұрышты самса жасадым. Өте удобно екен, 4 бұрышты жасаған. Жаңағы 4 бұрышты қамырдың үстіне 2 соломка қамырды осылай жабыстырасыздар. Ең төменгі жағынан жоғарыға қарай жаясыздар. Ортасынан емес, ең шетінен төменгі жағынан жоғары қарай жайыңыздар. Сонда шетіндегі қыртыстың бәрі бетіне шығатын болады. Бетін астына қаратып, ішіне салмасын салып, түйіп аламыз. Мен осылай 4 бұрышты қылып түйдім. Мінекей.
Енді самсаларымызды листімізге салып, үстін мұздай сумен, яғни салқын сумен сүртіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысы болмайды. Осылай салқын сумен жағып шығасыздар. Қытырлақ болып шығуының құпиясы осында. Міне самсаларымыз дайын болды. Ал ас болсын қыздар, жасап көріңіздер. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Осындай құпиялармен, рецепттермен бөлісіп